1999 жылы құрылған Дидар халықтық фольклорлық этнографиялық ансамблі әлемнің бірнеше елінде өнер көрсетіп, ұлттық музыкамызды дәріптеп келеді. Атап айтар болсақ, 2000 жылы Түркия, 2005-2007 жылдар аралығында Оңтүстік Корея елдеріне арнайы гастрольдік сапарлар жасаған. 23 жыл уақыт аралығында өнер ұжымында бірнеше буын өкілі өнер көрсетіп, үлкен сахнаға қадам басты. Ансамбліміздің ең алғашқы гастрольдік сапары сонау 2000 жылы Түркиядан бастау алды. Түркия қаласында, Күтахия деген қалада Дум Лупинар университетімен біздің университет сол кездері тығыз байланыста болып, сол университетке барып өнерімізді көрсеткен болатынбыз. Одан 2008 жылдары Шабыт халықаралық фестиваль өтеді, жылда Астана қаласында өтетін. Өздеріңіз білесіздер, сол фестиваль конкурсқа қатысып бас жүлдені иелендік ансамбль. 2011 жылы ғасырлар сазы Алматыда өткен фестивальде лауреат атандық. 2012 жылы ансамбліміз халықтық атағын алды. Қазіргі таңда ансамбль республика көлемінде, еліміз көлемінде өзінің орнын қалыптастырды десем болады. Да, сразу вот как, где варятся. Вот отсюда? Варятся, да. За вторым разом дальше поедем. Потом и... Не, сейчас первый раз. Ладно, за первым разом, поехали. И... Ага. И... Алена, здесь? Ну? И... Вот отсюда. Давай, и... Сейчас, подождите. Отсюда. Не-не-не, это второй вольт мы сыграли уже. Отсюда? Да, и...
Отсюда? Не, второй вот сразу. Рам, пам, конец. И... Так, подождите. И.